айтақ баламнан, сол даламыз қалған бабамнан. Біз едік батыр қазақ, ақын қазақ, батыл қазақ бұрыннан, таймасыншы елім тұғырдан. Тыныштықта үнемі соқсын елдің жүрегі, әр қазақтың осы тілегі. Ортаймасын қазаның, тарқамасын базарын, кездесейік тойда қазағым. Бауырмал бархан көңіл құшағы ашар, туыс пен дос жаранға, қазағымда ел жоқ ғаламда. Сақтайық дәстүр менен салтымызды, дәл осындай заманда, ол міндет қоймаған сағанда. Тыныштықта үнемі соқсын елдің жүрегі, әр қазақтың осы тілегі. Ортаймасын қазаның, тарқамасын базарын, кездесейік тойда қазағым. Тыныштықта үнемі соқсын елдің жүрегі, әр қазақтың осы тілегі. Ортаймасын қазаның, тарқамасын базарын, кездесейік тойда қазағым. Тыныштықта үнемі соқсын елдің жүрегі, әр қазақтың осы тілегі. Ортаймасын қазаның, тарқамасын базарын, кездесейік тойда қазағым. Кездесейік тойда қазағым. Кездесейік тойда қазағым. Наурыз айы келгенде шуақ шашып, жерлерге күн төгеді жалулаған. Еріп қары ақпанның келіп сәні, бақтардың гүл береді сұлулығын. Құстар қалқып төбемде аққу қонып, гүлдерге сән береді әніменен. Сұлу самал желесіп, күн мен түнім теңесіп, таң атады күлімдеген. Ашылып аспанға
жердің түрігі, бауыры жалып науақар, бабы мені ғана жібейді. Наурыз, наурыз күнігі, күнігі жердің түрігі, шашылып ырыс шанақтан, шақырып бірі-біріді, шаттанушы еді бірігі. Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда, Сақталушы еді сыбағаң, сапарға кеткен ұлдарға. наурыз айы туғанда. Осынау үйге кең жерде наурыз айы келгенде, наурыз тойы болғанда, келіп ем өмір орманға. Осынау үйге кең жерде наурыз тойы келгенде, көрмегендерде арманда, арманда оны көргенде. Наурыз тойы келгенде, наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда, Сақталушы еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға. Наурыз айы туғанда. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса да жол болсын. қайғы уайым жоқ болсын. Ұлыс бақытты болсын, төрттілік ақты болсын, қуаныштарыңыз көп болсын. Наурыз құтты болсын. Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда, сақталушы еді. Руың қандай дейсің бе, руың қандай? Руымды айтсам көңілің суың қандай? Мен қазақпын, сүйемін әр қазақты, бір ана мен әкеден туылғандай. Жүзің қандай дейсің бе, жүзің қандай? Жүзімді айтсам жүзіңіз бозылғандай. Мен қазақпын, сағынам әр қазақты, бір әулеттен түлеген қызылдардай. Мен қазақпын, сағынам әр қазақты, бір әулеттен түлеген қызылдардай. Қандай жүзсің, қандай русың, бәрібір қазақсың ғой, ең әуелі қаны бір. Азатсың ғой арайланған таңы нұр, озатсың ғой жайнап тұрған бағы гүл. Бөлінбейтін, шелінбейтін бірге, рулас емес рухтастардың әні бұл. Жерің қайда дейсің бе, жершілдікпен, жер қорғаған бабам бар өршіл рухпен. Барсам дағы қайғалы ауылына, қарсы алдымнан қашанда еншім күткен. Татулықты ту еткен бабам бұрын, бірлігіңді бұзбасын балаң бүгін. Қазақ көрсек руымен жүзін емнес, алдыменен сұрайық амандығын. Қазақ көрсек руымен жүзін емес, алдыменен сұрайық амандығын. Қандай жүзсің, қандай русың, бәрібір қазақсың ғой, ең әуелі қаны бір. Азатсың ғой арайланған таңы нұр, озатсың ғой жайнап тұрған бағы гүл. Бөлінбейтін, шелінбейтін бірге, рулас емес рухтастардың әні бұл.
жаратқаннан сұрап іштей тілегін, жалындатып намысым мен жігерін. Қазағымыз шықты міне алаңға, қарсыластың жолы үшін жүрегін. Чемпион қазақтың ұлдары, чемпион қазақтың қыздары. Алдыда әлі де олардың шығатын шыңдары. Биік болса әрқашанда рухымыз, айналамыз ұлы елге мықты біз. Жарыстардың бас бәйгесін аламыз, бар әлемнің алды болып ұлтымыз. Чемпион қазақтың ұлдары, чемпион қазақтың қыздары. Алдыда әлі де олардың шығатын шыңдары. Чемпион қазақтың ұлдары, чемпион қазақтың қыздары. Желбіреп әрқашан биікте қазақтың көк туы тұрады. Желбіреп әрқашан биікте қазақтың көк туы тұрады. Чемпион қазақтың ұлдары, чемпион қазақтың қыздары. Алдыда әлі де олардың шығатын шыңдары. Чемпион қазақтың тек тұлы, мойында әлемге тек мұны. Әлемнің төрінде желбіреп алаштың тұрсын тек көк туы. Өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Таныстыра кетсем, менің есімім Ашықбаев Райымбек Тағуекұлы. Осы Атырау облысында дүниеге келдім. Номері 1-ші олимпиадалық резервтенген балалар жасөспірім спорт мектебінде. Қалай келдіңіз және не үшін дзюдоны таңдадыңыз? Не үшін дзюдо болғанда, ең бірінші алғаш рет тайкондо деген спортқа барғам. Сол тайкондодан бір жылдай қатысып, содан кейін манағы өзімнің ауылдан келген ағамның манағы қолпаштауымен осы дзюдо күресіне келген болатын. Дзюдо күресімен бір өзім 10 шақты жылдың ішінде айналыстым. Спорт шеберлігіне үміткер, Қазақстан Республикасының чемпионы және де жүлдегерлері болдым. Халықаралық республикалық турнирлардың жеңімпаз жүлдегері болдым. Және де самбо күресінен Азия чемпионы болдым. Осы 2015-те Атырау қаласында өткен. Қазақ күресінен Қазақстан Республикасының күміс жүлдегері атандым. Сондай неше түрлі жетістіктерге жеттік. Дзюдо, самбо, қазақша күрестерде. Дзюдо мен қазақ күресінің айырмашылығы қандай? Дзюдо күрес дейтін ол кейде бір-біріне келеді. Мысалы қазақ күресінде партер жоқ. Тек бана стойкада күреседі. Ол дзе тимеу керек, онда қазақ күресінде әдіс жасағанда. Ал дзюдо күресінде дземен де отырып, неше түрлі әдістер жасауға болады. Сосын өзінің бір ережелері бар. Дзюдодағы қыздар жөнінде не айтасыз? Қыздар жөнінде енді жалпы дейтін дзюдо дейтін әлем бойынша футболдан кейінгі тұрған екінші спортта халық саны көп қатысады. Сондықтан дейтін қыздар жағы өте мықты, қайда жерде де әлем бойынша да жақсы дамыған. Біздің Қазақстанда да өте мықты ауған қыздарымыз бар. Өте жақсы. Рахмет. Мына беліңізде әдемі қара поясыңыз. Сол жөнінде айтып кетсеңіз, оның мағынасы не? Жалпы
Дзюдода қара пояс дейтін спорт шеберлігін орындаған балуандарға беріледі. Сол қара поястағы. Ең шыңы деген мақ. Ең шың емес, шыңның бастауы деп айтуға болады. Одан кейін спорт шеберлігі, халықаралық дәрежедегі спорт шебері, сосын еңбек сіңірген спорт шебері, еңбек сіңірген спорт шебері ең шыңы. Шет елдерге шығып көрдіңіз ба? Шет елде ондай жолымыз болмады. Бір-екі жарыстардың алды болды. Россияда мысалы өзімізге жақын елде үлкен жарыстарда жолымыз болмады. Енді қорытындылап кетсеңіз, бүгінгі шәкірттеріңізге не айтатын едіңіз? Қандай бағыт беретін едіңіз? Шәкірттерімізге енді ең біріншісі қазіргі балаларда желание ғой. Ең бірінші өздерінің желаниелері жақсы болса, бапкерге де өте жақсы дейді. Өйткені бапкердің де желаниесі ашылады, дайындауға да сол да еңбекқор болса, салынған. Ерінбесе, бәрін жасау болады, барлық жарыстарды ұтып. Сол ең бірінші енді ең алдында тәртіп қой спортта. Бірінші тәртіпке көңіл аударамыз, мән береміз тәртіпке. Қанша рет чемпион болсын. Бүгін Наурыз мейрамы қазақ халқына, Қазақстанда тұрып жатқан басқа ұлт өкілдеріне, мына үлкен ата әжелеріміз бар, аға апаларымыз бар, артыңыздан еріп келе жатқан інілеріңіз бар, қарындастарыңыз бар. Соларға не айтып кетер едіңіз? Наурыз мейрамы қазақтың енді ұлыстың ұлы күні дейді, қазақтың жаңа жылы. Енді барлық қазақстандықтарға, қазақстандық емес, бүкіл басқа мемлекеттерде көрген жоқ, барлығына Наурызымыз құтты болсын деймін. Жылдан жылға аман есен жете берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ халқы жасай берсін. Мықты тұлғалар, әсіресе дзюдошылар шыға берсін деймін. Әлем чемпиондары, олимпиада чемпиондары. Сол құтты болсын Наурыз бәрімізге. Рахмет көп-көп. Рахмет сіздерге де. Бүгін уақыт бөлдіңіз, рұқсат еттіңіз. Сіздерге де рахмет. Осылай балдарды қуантып, Наурыз көже алып келіп, бауырсақ алып келіп, тәтті тағамдар алып келдіңіз. Рахмет айтамыз. Сау болыңыз. Арман барда жігеріңді сайла, ертең деген ертең бітпес айла. Түніменен тынышталған тәтті ой, таң атқанда жоқ болады қайда. Өміріңді өзгертетін өзің, тағдырыңнан тайма. Уақытыңның ашалмасаң құлпың, көңіліңнен көшеді рас күлкің. Жастығыңның жалынымен жаса, жалынсаң да қайтып келмес бұл күн. Бармағыңды тістеп қалма ертең, барлығы да мүмкін, барлығы да мүмкін. Қарбаласта хабарластың кімге, анашыңның халін сұра күнде. Мүмкін сәтте сезіміңді білдір, мүмкіндігің болмай қалар мүлде. Бақытыңды бағалашы бүгін, гүлсіңдеші гүлге. Кемін деме артығы жоқ елтең, өртенсең де арманыңмен өртен. Өмір деген 5 күн ғана бізде, мәңгілікке сенбі шығар ертең. Жексенбіден жеңіс күтпе мүлде, кетесің тез келсең. Уақытыңның ашалмасаң құлпын, көңіліңнен көшеді рас күлкің. Жастығыңның жалынымен жаса, жалынсаң да қайтып келмес бұл күн. Бармағыңды тістеп қалма ертең, барлығы да мүмкін, барлығы да мүмкін.